Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін 17 ақпан сәрсенбі. Бүгінгі күндеріңізге барлықтарыңызға сәттілік тілей отыра, дүниетану сабағына қош келдіңіздер демекпін. Олай болса балалар, дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің бастағалы отырған бөліміміз дәстүр және ауыз әдебиеті. Сабағымыздың тақырыбы ежелгі қалалар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалармен танысу, оларды картадан анықтау, ежелгі қала тұрғындарының немен айналысқанын білу. Бағалау критерийлері. Ежелгі қалалардың қалай аталған картадан көріп анықтай аласыңдар. Ұлы жібек жолы өтетін жолдарды картадан тауып көрсете алатын боласыңдар. Ежелгі қаланың тұрғындары немен айналысқандарын білетін боласыңдар. Бүгінгі күн терезеден бізге күліп тұр қарап, сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Олай болса балалар, ежелгі қалаларды анықтау үшін біз саяхат сабағын бастайық. Тарихты білу ұрпақ парызы демекші, мен сіздерге күнделікті, қызықты, әрі пайдалы деректермен, құнды мәліметтермен, ақпараттармен таныстыратын боламын. Олай болса балалар, ежелгі қалалардың қай жылы, қанша жыл болған, қандай тарихы бар екенін айтып, қысқаша мәлімет беріп кетейін. 900 жыл тарихы бар Сауран қаласы 12 ғасырда ірі сауда орталығы ретінде іргетасы қаланған. Ол оңтүстік Қазақстан облысындағы Түркістан қаласынан 30 шақырым жерде орналасқан. Сауран үлкен қала. Ол бірінен соң бірі 7 қабырғамен қоршалған. Мешіті ішкі қалада орналасқан қала. 14 ғасырдың бірінші жартысында Сауран Ақ-Орда мемлекетінің астанасы болған екен. Келесі Отырар. Отырар 1200 жыл тарихы бар Ұлы жібек жолындағы ірі орталықтардың бірі, ғұлама ғылым Әбу Насыр әл-Фарабидің отаны Отырар. Ол Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан орта ғасырлық қалалардың ең беделдісі де, белгілісі де. Ежелгі қала оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар ауданынан 7 шақырым жерде орналасқан. Алғашқында Отырар қаласы Фараб деп аталған екен. Фараб қаласы тарихта тұңғыш рет 9 ғасырдың басында атала бастаған екен. Фараб қаласы бертін келе Отырар аталды. Отырардың тез өсіп гүлденуі ең алдымен жағдай туғызған, яғни батыстан шығысқа созылып жатқан Жібек жолы атты ұлы керуен жолы еді. 1300 жылдан астам тарихы бар Сайрам қаласы. Ол бізден бірнеше жылдар бұрын басқаша аталған. Ол кездегі аты Исфитшап. Ұлы жібек жолының қазақстандық бөлігіндегі бірінші бірегей ірі қалалары осы Исфитшап, қазіргі Сайрам болып аталады. Қазіргі кезде орналасқан жері Сайрам ауылының оңтүстік батысында Шымкент қаласынан 12 шақырым жерде орналасқан қала. 1500 жылдан астам уақыт тарихы бар Қазақ хандығының астанасы болған Түркістан қаласы. Қаланың көне тауы Яссы. Яссы Ұлы жібек жолы сауда орталықтары әрі округі болған. Еліміздің рухани астанасы. Түркістан қаласы Түркістан облысында орналасқан. 16 ғасырдың ортасынан бастап Түркістан қазақтардың қолына қарады. 18 ғасырға дейін қазақ хандарының ірі орталығы және ресми ордасы болды. Қожа Ахмет кесенесі бар. Қожа Ахмет Түркістанда туылып, өмірінің көбін осы арада өткізген. Ең көне 2000 жылдық тарихы тереңде жатқан қала ол Тараз қаласы.
Тараз қаласы Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан іргелі мекендердің бірі және бірегейі. Тараз ежелгі қала, үлкен руханият орталығы, үлкен ірі сауда-саттық орталығы болған. Тараз тарихы бай, жері құнарлы, табиғаты өте сұлу көркем қала. Тарихтың даму барысында өзіндік ерекшелігі бар ежелгі мәдениет ошақтарының бірі. Амансыңдар ма, қарақтарым? Таңертеңнен бері көзілдірігімді іздеп жүрмін. Таба алмай әлек болдым. Қайда жоғалып кетті өзі? О, мынау не сау? О, бұл құмыраны менің атамның атасының атасы. Е, сонау жібек жолымен келген Қытай саудагерлерінің керуендерінен сатып алған екен. Содан бері қаншама замандар өткен. Ұлы жібек жолы дегенді білесіңдер ғой. Ол халықаралық сауда жолы. Көне замандарда ол жолмен керуендер Қытайдан жібек тасыған. Содан жібек жолы деп аталып кеткен. Ол керуен жолы Еуразия елдерінің экономикалық және мәдени байланыстарының дамуына зор ықпалын тигізген. Жібек жолының негізгі желісі біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда салынған еді. Бұл өте ерте заман. Ол Қытайдың көне астанасы Тяньяньден басталып, таяу шығыс елдері арқылы сонау Италияның бас қаласы Римге дейін барады. Керуен жолдарымен ондаған, жүздеген түрлі тауарлар тасымалданатын. Айта кету керек, ол замандарда әр елдің өзіне тән шаруашылық түрлері болған. Мысалы, Қытайдан керуен жібек тасымалданса, түркілер өзін аң терісі, жылқы мен құл сатып танытқан. Орта Азиядан әкелінген керамика мен кептірілген жемістер де кеңінен танымал болған. Сонымен қатар Иранның күміс бұйымдары, Византияның таңдаулы матасы, Үндістанның дәмдеуіштері, асыл тастары, Италияның сәнді шынысы үлкен табыс әкелген. Айтпақшы, ол замандарда басында айырбас сауда болған, ал кейін оның орнына алтын мен күміс балама ретінде қолданылатын болды. Осы бір жерге қойған сияқты міне. Осында екенсің ғой. Үйді ақтарып жүрсем, жатқан жерін қарасайшы. Мынау не? Бұл сандықтың ішінде неше түрлі нәрсе бар екен. Ал бұл құмыра Ираннан келген сияқты. Ал мынау не? Бұл да сол замандардың көзі ғой. Атам да бәрін ала берген сияқты. Ары қарай жалғастырайық. Түрік қағанаты естеріңде ғой, қарақтарым. Сол түрік қағанаты Еуразиядағы бірінші империя болған. Сонда Ұлы Жібек жолының негізгі бағыты солтүстікке бет алған. Ол Орта Азиядан оңтүстік Қазақстанға, Жетісуге, Испиджап, Тараз, Құлан, Меркі, Суяб, Баласағұн, Талғар, Барсқан деген ірі қалалар мен бай ауылдар арқылы өтіп, ары қарай Қытайға бағыт алып, Жапон астанасы Нары қаласына дейін жеткен. Ұлы Жібек жолының едәуір бөлігі
түрік қағанатының әскери ақсүйектер тобының бақылауында болған. Ол кезде отырықшы егіншілік мәдениеті мен дала өркениеті өзара араласып жатты. 8-12 ғасырларда Қазақстан жермен өтетін керуен жолдарында қызу сауда жүреді. Ол жолдар ертістегі Қимақтар қағанның ордасына дейін жетіп, ары қарай оңтүстік Сібірге, Сырдариядағы Оғыз мемлекетіне, Дешті Қыпшақ, содан Шығыс Еуропаға баратын. Ұлы жібек жолы саудамен қатар жаңа қалалар мен сауда орталықтарының да пайда болуына ықпалын тигізген. Ертеде Қазақстан жерінен ұлы жібек жол өткен. Сауда керуендері жібек мата, түрлі тауарлар тасымалдаған. Оның бойында Отырар, Сығанақ, Құлан сияқты әдемі қалалар пайда болған. Қаланың сырты биік дуалмен қоршалған. Қала тұрғындары ондай мықты дуалды жауларынан қорғану үшін соққан. Қалаға дуалдың түнде жабық тұратын үлкен қақпасы арқылы ғана кіретін болған. Балалар картадағы ежелгі қалалардың қалай аталғанын білетін болғанша, біз сендермен Қазақстанның картасындағы қандай қалалар бар екенін есімізге түсіріп кетейік. Алматы, Шымкент, Нұр-Сұлтан, Тараз, Атырау, Ақтау, Павлодар, тағы да басқа қалалар бар, иә? Бұл біздің кең байтақ Қазақстанымыздың жаңа қалалары. Балалар, бүгінгі саяхат сабағы сендерге ұнаған болар деп ойлаймын. Сендер біраз ежелгі қалалар туралы ақпараттар алдыңдар деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қала сөзінен тұратын сөз жұмбақты шешіп көрейік. Бірінші сұрақ: Ұлы жібек жолындағы қала қалай аталады? Әрине, Құлан. Екінші сұрақ: ертеде арабтар Отырар қаласын қалай атаған? Әрине, Фараб деп атаған. Келесі үшінші сұрақ: шартты белгідегі түйелер нені білдіреді? Жібек жолы деген мағынаны білдіреді. Төртінші сұрақ: олар немен айналысқан? Әрине, саудамен. Бүгінгі күн терезеден бізге күліп тұр қарап. Сондай жақсы көңіл күймен аяқталды бұл сабақ. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша өзіңді бағала, яғни кері байланыста. Бүгінгі сабақтан мен көп білдім дегендерің бірінші суретті, сабақ маған ұнады, түсіндім дегендерің екінші суретті, түсінбедім, менде әлі сұрақтар бар дегендерің үшінші суретті таңдап кері байланыста жіберетін болыңдар.